Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім? Ең әуелі менің видеомды соңына дейін көрулеріңізді сұраймын. Одан кейін әлі кім подписаться батырмасын басқан жоқ, басуларыңызды сұраймын. Менің әр видеомнан сіздерге пайдалы ақпараттармен бөлісем деген ойдамын. Сіздермен бірге болатын әдеттегідей Ардақ Әлібековна. Бүгін мен сіздерге қазақ тілі сабағында өте қолайлы бір әдіс тәсілмен бөліспекшімін. Ал ендеше бастайық. Мен сіздерге өткенде бүгінгі осы көрсететін менің әдіс тәсілім қағаз қиындысы арқылы әртүрлі фигуралар арқылы есімдікті түсіндірмекшімін. Бұл оқушыларға біріншіден қызықты, екіншіден сабағыңызды кішкене түрлендіреді. Соған байланысты кез келген A4 қағазын алып, квадрат фигурасын жасайсыздар. Енді мен бұны өзімнің сабағымда есімдікке ыңғайластырып отырмын. Сіздер де менімен бірге болыңыздар. Видеоның соңына дейін тыңдасаңыздар, жақсы бір ақпаратпен бөлісесіздер. Квадратты 2 рет конвертик жасайсыздар. Одан кейін 3-ші рет конвертик жасайсыздар. Мана әдемілік төртбұрыштылап істесеңіздер, өте әдемі шығады. Одан кейін тағы да бөлесіздер осылайынан. Тағы да басасыздар. 4-ші рет конвертикті бүктеп жасайсыздар. Бұны тек қана есімдікке ғана байланысты емес, Абай оқуларындағы Абайдың 5 асыл іс, 5 асыл қасиет, 5 жаман нәрсе, осының бәріне пайдалануға болады. Ал бүгін мен сіздерге есімдікке пайдаланайын деп отырмын. Ендеше біздің қазақ тілде 7 түрлі есімдік болатын болса, біз бірінші есімдіктер бір отбасы деп алатын болса, оқушылар тез ұғады деген ойдамын. Олар бір отбасында 7 ағайынды болады. Ең бірінші жіктеу есімдігі мен, сен, ол, олар, біз, сіздер деп 6 ағайынды, жіктеу есімдігі 6 ағайынды болады деп, 6 ағайындылар ең бірінші олар етікті жасаумен айналысады. Міне қарап отырсаңыздар, менің жасаған фигурам етік болып шықты. Екінші сілтеу есімдігі олар бір топ ағайындылар деп айтса болады. Ол, сол, осы, осынау, сонау, анау, мынау, әні, міні, мынау деген сөздер. Ол кісілер бір топ ағайындылар, ол кісілер зергерлік бұйымды жасаумен айналысқан екен. Міне, ұста. Яғни, ұстаның үстіне ол кісілер зергерлік әшекей бұйымдарды жасайды. Үшінші, сұрау есімдігі де өте көп ағайындылар екен. Олар сөйлемге кезігетін барлық сұрақтар. Кімдер, нелер олар. Ол кісілер жемпір тоқумен айналысқан екен. Одан кейін өздік есімдігі ұяда жалғыз, өз деген түбір арқылы ғана жасалады. Ол өзі жалғыз жүріп, үлкен тауық фабрикасын жасаған екен. Мінекейіне қарап отырсаңыздар. Ендігі жалпылау есімдігі. Олар бір топ. Бәрі, барлық, барша, бүкіл, күллі. Ол кісілер ағайындылар шалбар жасаумен айналысқан екен деп айтып кетсеңіздер болады. Келесі бізде болымсыздық есімдігі. Олар еш деген түбір арқылы жасалады. Ешкім, ешбір, ешқашан, ешқайда деген ағайындылар дастархан, яғни бұлар қаланың тақ ортасында аспаздықпен айналысқан екен. Келесі бізде белгісіздік есімдігі. Оларда бір топ ағайынды. Біреу, кейбіреу, әрбіреу, қайбіреу, біраз, бірнеше, әлде деген ағайындылар
ол кісілер қайықта балық аулаумен айналысқан екен. Сонымен біз енді есімдіктердің барын осы мамандық иелеріне бердік. Енді ол кісілер бір күні өздерінің бүкіл ағайындылар жиналып, бір отбасы болып, бүгінгі біздің сабағымызда ол кісілер енді біздің оқушыларымыз не оқыды екен, не істеді екен деген сұрақ туындайды балалар. Сол кезде сендер осы жерде есімдікті оқи отырып, өздеріңнің білімдеріңді осы бір білімнің сандығына салуларыңызға болады. Сіздермен бірге болған Ардақ Әлібековна, менің келесі видео бұдан да қызықты болады деген ойдамын. Менімен бірге болыңыздар.